Кеңес үкіметінің қатал қысымының құрбаны болып, құрып кетуге айналған тілімізді, дінімізді қайта қалпына келтіріп, мәдениетімізді дамытамыз, салт-дәстүрімізді жандандырамыз, өнерімізді әлемге танытамыз деп талпынудамыз. Дана халқымыздың көш жүре түзеледі деген ұлағатты сөзі бар. Алайда оның жылдам я баяу түзелуі сол көштегілерге байланысты. Екінші курста мысалы ертең қазір бұл ничего ше, ертең емтихан ғой, емтихан строго 2000-нан ғой. Сөйттім ғой былтыр мен. Жас талапкерлер жоғарғы оқу орындарына түсер сәттерінде, студенттер емтихан тапсырар сәттерінде парақорлық мәселесіне жолығып жатады. Дегенмен, ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүруді қалап, әдейілеп таныс тамыр іздеп жататындар да бар. Қалай болғанда да бұл сыбайлас жемқорлық, парақорлық мәселелері адамзатты қараңғылықтан жарыққа шығарушы асыл дінімізде тыйым салынған, яғни харам істерден. Бақара сүресінің 188 аятында араларындағы малдарыңды, дүниені бұзық жолмен жемеңдер. Сондай-ақ біле тұра адамдардың малынан бір бөлім жеу үшін белерге апармаңдар деп айтылған. Сондай-ақ хадисте Алла елшісі оған Алланың сәлемімен игілігі болсын, пара беруші мен пара алушыны және арасында жүрушіні лағнеттеген деп баяндалған. Алла елшісінің оған Алланың сәлемімен игілігі болсын бұл істі лағнеттеуі оның үлкен күнә екенін көрсетеді. Еліміздің қылмыстық кодексінде пара алушы, пара беруші және арасында жүретіндерге арналған арнайы баптар да бар. Парақорлық мәселесі адамды екі дүниеде де қорғылатын, атақ абыройынан жұрда ететін лас істерден. Пара арқылы лайықсыз адам мансапқа иеленіп, билік жүргізуі қоғамның тепе-теңдігін бұзатыны анық. Сол себепті қарапайым халықта парақордың зиянынан сақтанып, пара бермеуі керек. Ал еріксіз түрде пара беруге мәжбүрленіп жатса, бұл басқа мәселе. Емтиханға дайындалып бас қатырғанша, басқалар сияқты пара беріп, уайым қайғысыз жүрген артық деп пара берген адам нағыз ақымақ болады. Ең алдымен ол лағнеттелгендердің қатарына кіреді. Ал жасаған күнәсінің ауырлығы бір Аллаға мәлім. Екіншіден, пара беріп өтемін деп парасына арқа сүйегендер алаңсыз білім алатын уақытын оқу орындарына тек сандалып барып келумен, ойын күлкімен бос өткізеді. Мемлекеттік грантта немесе ата-анасының қаражатына оқыса да, бұл оның өзіне және отанына жасаған опасыздығы. Кейін осындай білімсіз жастар билікке келсе не істемек? Өз басына пайда келтіре алмаған, халқына жан-тәнімен қызмет жасайды ма? Әлде кезінде берген парасын қайтарумен әлек болады ма? Талақ сүресінің 2-3 аяттары. Кім Алла Тағаладан қорқса, оған бір шығар жол пайда қылады, және оған Алла ойламаған жерден ризық береді. Кім Аллаға тәуекел етсе, оған Алла Тағала жеткілікті. Бұндай күнәні жасағанша, емтиханға жақсылап дайындалып, Аллаға тәуекел етіп, өзіне тиесілі бағаға разы болуын, лағнеттелгендердің қатарында болғанынан әлде қайда қайырлы. Бәлкім пара беріп емтиханнан өтерсін, жұмысқа да орналасарсың. Алайда қайғы, өкініш күні деп аталатын қияметтің қиын сәтінде қандай хәлде боласың? Үлкен іс кішкентай қадамнан басталады. Бүгін өзіңді жақсылыққа өзгертуін, ертең өзінен кейінгі бауырларының жарқын болашағына жол ашуын.